Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Нұрғиса Қадырбайұлы. Біз бүгін сіздерге мынандай дюар ыдысы жайлы айтатын боламыз. Яғни мұнда біздер асыл тұқымды ірі қара малдың ұрығын сақтаймыз. Бұл негізі дюар ыдыстың тарихына айта кететін болсақ, бұл осыдан 1800 жылдардың аяғында, былайша айтқанда 100 жылдан асып кеткен бұл шығарылғанына. Негізі Швейцария ма, бір Швеция ма, сол жақтың бір дюар деген бір ғалым шығарған. Негізінен Германия кейіннен көптен көп өндіріп, сөйтіп патенттеп алған германдар ма, сондай бір деңесі бар әйтеуір. Былайша айтқанда, мынау қазір таза Қытайда өндірілген. Бірақ азот сақтау өте жақсы, маған ұнады. Анау бірге келген контейнерлері, тағы да бір айта кетейік. Бұның көлемі 10 литр. 10 литрлік азот құйылады. Сонда 10 литрлік азот құйылатын ыдыстың мынау бір орындықпен үлкен болып тұр ғой, бір орындықтай болып тұр ғой, сонда. Бір өзінің салмағы бір 8 килограммдай болатын шығар мына. Салмағы 8 килограмм. Қазір ішінде азот бар, 8-9 кг азотпен бірге қазір 15 килограммдай бар шығар. Мынау ішіне бірге берілген контейнерлері комплекті. Маған бір ұнаған нәрсесі мынандай нәрселер бар екен. Мынаны көріп тұрсыз ба? Төбе тесік контейнеріне азот ішінен шығып кетеді. Мынаны көрдіңіз ба? Төбе тесік азот ішінен шығып кетеді. Мынада менде белгісі жоқ, жаңағыларда жасыл белгі болады. Мынаның төбе тесік емес, бүтін. Азотты былай құйып алып, басқа нәрсеге қолдануға да болады. Мыналарда өздерінің жасыл белгісі бар. Яғни мысалға мында ангустың ұрығын, мында мысалы галштиннің сүті тұқымы, мында басқа ұрықтарды сақтайтын болсаңыз, шатастырмайсыз да. Мынандай қақпақшасын ашқаннан бірден білесіз. Жалпы, мынау дюар ыдысының не құдіреті бар? Бұл өзі не десеңіздер, мұнда сұйық азот құйылады. Неке қақпақшасы бар, сұйық азот құйылады. Неке көріп отырсыздар. Минус 190 градустан жоғары. Мұнда қазір бізде галштин тұқымды, яғни сүтті қарала тұқымды сиырлардың ұрықтары бар. Неке біз мынандай контейнерді салған жоқпыз, өйткені бірден бай сала салдық та. Ана жерге қоя тұрайық. Неке. Соның ненің ішінде бізде сүтті ұрықтар бар. Жалпы дюар ыдысын айтатын болсақ, біз дюар ыдысты, бұл ыдысты 85 мың теңгеге сатып алдық. Қытайдан келген, Алматы арқылы Қарағандыға жеткізіп берді. Жерде спайс деген жазуды көріп тұрған шығарсыздар. Бұл мына жаңа ішінде ұрық бар ғой. Сол ұрықтың әкесі қандай бұқадан алынды деген кезде, мына бұқаның аты. Спайс деген бұқаның аты сол бұқадан алынған, плем заводтан. Тағы не айтамыз? Жалпы қазір салмағы 15 килограммдай болып тұр. Негізі көтеріп алып жүру бәрібір көлік керек болады. Азот құйған кезде мына сыртындағы мынандай чехол бар. Мына несін жейдешесін дейік па? Сонысын бірінші шешіп алып, содан кейін барып азот құйған дұрыс болады екен, өйткені азот бәрібір төгіледі. Сол кезде мынаулар бүйтіп мынандай жарылып кетеді екен. Мына жерде өздеріңіз көріп отқандай ұрықты мысалға бір жаққа жіберетін болсаңыз, басқандай бір жизнь жасайтын болсаңыз, мына жерде құлыптап қоюға болады. Маған бұнысы ұнады. Жалпы дюар ыдысы деген не деп сұрайтын болсаңыздар, онда дюар ыдысы деген бұл температура сақтағыш, бір сөзбен айтқанда. Мынандай баяғыда шөпке шыққан кезде шай құятын термос алып жүретін ек қой. Шай суып кетпесінде. Бұл да сондай нәрсе ғой. Бірақ көрдіңіз ба, термостың қақпағын қатты бекітіп жабасыз. Ал мынаның қақпағын бекітіп жабуға болмайды, өйткені азотты еш нәрсе ұстап тұра алмайды. Кәдімгі пластик бутылкаға азотты құйып, қақпағын тас қылып жауып тастасаңыз, ол жарылады. Оны алюминмен де темір ыдысқа құйып тастап, оның сыртын сваркілеп тастасаңыз, ол темірмен бірге қосып жарылады. Ал мұнда азот өзінен өзі шығып кетіп отырады. Өзінен өзі азот шығып кетіп отырады.
мына жерден азот өзінен өзі шығып кетіп жатады, бірақ өте аз мерзім неде шығады. Сонда мына мысалға қазір айтайық, бір 20 күнге жетіп қалар 10 литр ішінде ұрық тұрған. Астынан тағы да құйып отырамыз азоттан. Азоттың литрі бізде 500 теңгеден. Арзан емес, былайша айтқанда ауа сатып алғанмен бірдей болып отырмыз ғой. Солай. Бірақ асыл тұқымды ұрық бұл өзін өзі ақтайды. Дюар ыдысымыз, мынау контейнерлері, сіздерге қазір контейнерлердің қалай салынатынын тағы бір көрсетіп жіберейін. Мінекей біреуін ғана салайын. Мына жерден былай салынады. Мінекей. Бұл дюар ыдысымыздың мойыны 5 см, сәл кішілеу, енді таңба салуға келмейді, тек ұрық сақтауға жарап жатыр. Бәрін айтта, бірін айт дейді, құрметті менің көрермендерім. Дюар ыдысымыз осы. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса қойып, ұялмай, қысылмай, бізде мына жерде жауап беруге тырысып, сөйтіп бір-бірімізге қолдау көрсетіп отырайық. Аман сау болыңыздар. Әр қазақ бай болсын.